Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қайнаған суға пісірілетін блинныйдың рецебімен бөліскім келеді. Осы кезге дейін бірыңғай сүтпен ғана пісіретін едім. Ендігіде осындай суға да пісіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қайнаған суымызға содамызды және де тұз, қантымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жұмыртқамызды саламыз. 3 дана жұмыртқа. Жұмыртқаны салғаннан соң міндетті түрде тездетіп болғап жіберуіміз қажет. Себебі біздің суымыз қайнап тұр, жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Содан соң ұнымызды бөліп салатын боламыз, миксерлеп алып қоюланғанша. Содан соң сұйық майымызды құйып жақсылап араластырып аламыз. Және де мен чайникке құйып пісірген болатынмын. Ожаумен пісіріп, жан-жақты бүлдіріп тұрмайсыз. Чайникке құйып пісірсеңіз өте сондай ыңғайлы екен. Сіз де солай істеп көріңіз. Табамызды алдын ала қыздырамыз, және де кішкене басында май құятын боламыз. Мінекей осылай құйып алдым. Керемет болып пісіп шығады. Сіздер жасап көріңіздер мына рецепт бойынша. Өкінбейсіздер, өте дәмді болып шығады. Сүтпен піскен мен бірдей демесем кем болмайды. Мінекей осылай барлық блинниларымызды пісіріп аламыз. Өте керемет болып шығады. Дәл осы рецепт ұнап жатса, сізде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.